Сәлем, менің есімім Мадина. Бүгін біз 3 түрлі эксперимент жасаймыз. Бірақ оны барлығына ата-ананың көмегі керек. Ал кеттік, бастайық. Бізде бірінші опыт үшін аммианка ерітіндісі, зеленка және салфетка бар. Біздің қолымыз былғанбау үшін біз бірінші салфетканы алып тарелкаға қойып аламыз. Және зеленканы құямыз. Ал енді аммианка ерітіндісін құямыз. Вау, бұл кетті! Ал енді екінші экспериментімізге көшейік. Бізде сода бар, лимон қышқылы бар және су бар. Біз бірінші лимон қышқылын ашып, тарелкаға құямыз. Және де су құямыз. Және осыны араластырып, соданы 5 рет саламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Және кішігірім ғана суды қосамыз. Тура пластилин сияқты болу керек. Біз лимон қышқылымен суға саламыз. Вау, бұл керемет! Маған ұнап жатыр, ал сіздерге ұнап жатыр ма? Бізде уже 2 эксперимент өтті. Олар өте қызық болды. Ал енді үшіншіге көшейік. Бізге керек спичка, уксус, стакан, сода, свеча. Бізге бірінші соданың 3 қасығын қосып аламыз. Бір қасық, 2 қасық, 3 қасық. Арғарай мамамның көмегі керек. Мама! Біз сода мен уксусты қосқанда стакан үстіне көмір қышқыл газы пайда болды. Сода мен уксусты әрі қойып, свечканың біреуін алайық. Бұл жақта да маманың көмегі керек. Мама! Ал енді қараңдар. Вау, бұл керемет! Ауасыз да жүруге болады екен. Сіздермен біз 3 түрлі эксперимент жасадық. Біріншіде дақты кетірдік, екіншіде біз реакцияны көрдік, ал үшіншіде үрлемей-ақ отты өшірдік. Сіздермен болған мен, Мадина. Біздің YouTube каналға тіркеліңіздер. Қош сау болыңыздар!